тастап кес, қашан тұрмысқа шығасың? Тоймен тұрмысқа шыққанда нең бар сенің? Жай маған жезде керек деген ғой. Той қатырасың сен де. Оған бар шындықты айтқым келіп тұр. Не істесем екен, миым қатып кетті ғой. Анашым, келіңіз, мен уже қазірден кейін тамақ дайындаймын. Сол кезде келгіздер, иә? Қызым, анашым, маған бір нәрсе айтқыңыз келіп отыр ма? Жоқ, жай. Онда жарайды. Шай демдей берейін. Так, анашым, тамаққа келіңіздер. Келе жатыр қызым. Ой, қызым келіп отыр, жейік. Мынау не ол? Трендтегі мороженое ғой. Жақсы болыпты. Ағам мен әпкемді шақырайын. Жоқ, қоя бер. Олар кетіп қалған шұғыл жұмыстарымен. Онда екеуміз тамақ жейік. Асыңыз дәмді болсын. Рахмет қызым. Сен де қызым барына қуанам жаным. Анашым, не айтқыңыз келіп отыр? Сен көптен бері сұрап жүрген бір жаңалықты айтқым келіп отыр. Ол қандай дейді? Сен оны көптен бері сұрап жүрсің, және ол сендердің арасында жұмбақ болып қалғанын қаламадым. Сен, яғни ағаң екеуің жастысыңдар, бірақ ол сенен 3 ай үлкен. Оның себебі біз сені ағаң екеуің егіз кездерінде ағаң 3 айдан кейін, сен 3 айдан кейін туылғансың. Ағаң ерте туылған. Сол себепті білмеймін, ондай бола ма, болмай ма, бірақ сендердің араларында болды. Жаным, қызым, мойымдама, иә? Сен қорқатындай еш нәрсе болған жоқ. Бәріміз бір отбасымыз. Жай сен кеш 3 ай туылып қалғансың да. Бәсе, вообще түсінбейтін едім. Рахмет, анашым, оның жасыратындай еш нәрсесі жоқ қой. Мен жай ойлағам, не деп, қоя берші. Тамағыңызды жеңіз, одан да қандай шығыпты тамақ. Солай тағы да ол Мерей тағы да өзінің айтатын нәрсесін айта алмай қалды. Және де Жанияның өзінің қызы емес екенін қашан айтады екен. Және де ол адам келіп, сиқырлы қызым, анашым, қызым, нанға барып келе салшы, үйде нан бітіп қалыпты. Жарайды, анашым, нанға барып келейін бе? Ақша берсеңші, барып келейін. Қанша нан алайын? 3 нан ала бер, сол жетіп қалады екеумізге кешке дейін. Ағам мен әпкем келмей ме? Олар келмейді, қызым. Жарайды, онда алып келемін қазір. Магазинге бар деді вроде. Қарындас, таныссақ бола ма сізбен? Құршы бар, таныспаймын мен сенімен. Досым, қойсай, ұят қой, қыз баласына айтуға ұялмайсың ба? Ұялмаймын, не болыпты, қазір таныс кетеді бізбен. Саған қайып. Ешнәрсе, жарайды, таныссаң. Қарындас, сізбен танысуға келіп отырған жайым бар. Жайың жоқ дедім ба не? Айттым, бітті, мен сенімен таныспаймын. Сендей уродтармен таныспаймын. Не деп тұрсың сен? Түріне кішкене қарадың ба? Негр болып кеткенсің ғой. Адам дейтін өз-өзіне қарап жүру керек қой. Айттым, сен ішіне артық кетпе. Надо будет мен сені сындырып ала салам. Құршы бір, ертеңін бейхат етпей қойшы. Тоқта, кетші бар. Болды, досың, қойшы, қарамайтын қызы не істейсің қаратып? Бәріп қаратып аламын сені. Армандапсың, армандап оны түсінде көресің. Шынды ма? Бауыр, мен саған айттым ғой, таныса алмайсың қызбен сен. Нормально, шынымен ана қыздың айтқан жөні бар, бетіңе қарап жүрмейсің ба? Не болыпты, мен сенен қырыспын, зато баймын. Осы бір байлығын пихать ете береді екен. Жынды ма? Көрінген қызға үстіп десе бере ма? Миғыла. Толпасын неме десеші. Оны не қылам? Маған не болды өз? Ғашық болып қалды ба? Анаған емес. Енді. Так. Саламатсыз ба ағайын? Так, не ұрласақ екен? Сол ғой. Компьютерлап кетейік та. Жарайды, қазір мен ана ағайды алдантадым. Ағай, сізде күрек бар ма? Қызым ана тұр ғой. Маған өзіңіз таңда көмектесесіз ба? Жарайды, міне.
Мына күректер бар. Ей, ұрламасайшы. Неге олай істеп отырсың сен? Мен өзім білем, сенен сұрамайды екем. Так, ағай, маған ұсынып бере салыңызшы. Қандай лепешка или бөлке нан? Бөлке нан бере салыңыз. Жарайды, қазір беремін. Мінекейіңіз, сізге ақшаңыз. Рахмет жаным, саудаң болсын қызым. Айналайын. Сіздің саудаңыз болсын. Той аналар кетіп қалды ма ше? Той әлі тұрмай, фой, бір. Тоқтаңызшы. Мынау басталды ма? Не болды? Мен сізден кешірім сұрайын деген досым атын. Не кешірдім, болыпты, кете берейінші. Тоқтаңызшы, пожалуйста. Сіз ренжіп қалмадыңыз ба? Жоқ, ренжіген жоқпын. Досың үшін немене ренжімейсің? Не үшін кесім жасап жатсың? Вообще, ол өзі сұрасын менен. Мен сені кешірдім. Досыңды бірақ кешіре алмайды екем. Жарайды. Мен кеттім. Сау бол. Сау бол. Олай біздің қызымыз ғашық болып қалды ма ана досына? Жоқ, негрге емес, красавчик балаға шығар. Тез жүру керек ше. Мұны 2000 years later. Мен оны не жоңғып қойған, орманның арасынан өтетін болдық қой. Ана бретте ше, жаңағы 2 сағат бұрын бір қызбен танысайын деген бол, ол қыз маған типа сынбай, қарамай қойды да маған ше, уродсың дей ма? Фу, қайдағы урод дейді. Мен ана қыздың онда болғанда саған қарамайтын едім. Жапшы аузыңды, ойнайды. Болды жігіттер қойыңдар. Я сол қызды маған қаратып алу керек сияқты. Блин, мыналар немене топ болып отырып алған? Қашан келіп үлгерген анау қақпас? Жалаяқ па немене? Мен негізі қыдырып келдім, яғни жүріп қайттым дегендей. Бірақ мынау көрем деп бола алмаппын. Немене біздің көшеде тұра ма? Үндемей өткетші, және үндемей өткетші. Той, ағашыңларды айналып өтермен не істейді екенмін өзі. Ой, Растик, қалайсың? Жақсы, өздерің қалайсыңдар? Жақсы, не ол анау Дима братанның әңгімесін тамып тұрып қаламыз. Бір қыз қарамай қалыпты. Иә, соны қаратып алам деп әңгіме айтып отыр. Иә, оның қасында мен болғам неғысы. Сен бұда не алып жүрсің? Мен ана жерде ойламай тұрмын. Жоқ, жай серуендеп қайтқам, сөйтсем мыналар алдымда тұр. Не істерімді білмей тұрмын. Сен бара бер. Жоқ, жер өткізіп тастайын. Шын бе? Онда жақсы болатын еді. Жарайды, жүр, менің артымды тағылып жүр, жарай ма? Жүр, кеттік. Нағыз мен қарамай қойған қыз емес па? Я, не бопты? Қарамасам қарамаймын саған. Бір қарайтындай адам болсаң мейлі ғой. Жапшы аузыңды, тиіспеші дейме, болды қойсай, қыз баласына тиісе беруден қойсай болды ғой. Сен не қыз балаға жазып қалдың ба не? Сол қызды алып бер өзіңе. Не айтып кеттіңдер? Мен сендерге как будто қарайтындай. Ай, бетім, жынсың ба сен? Жындымын. Кетші бір, қаршы. Тоқташ. Сен де бір Дима бір қадалып қалған ес, бір қызға қарамайым деді ғой, сен уродсың. Нервыма тиіп. Сәлеметсіз бе, қандас, танысуға бола ма? Жапшы аузыңды, немене бәрін қыз таппай қалдыңдар ма? Той бір. Как будто мен оларға қарайтындай жарты өмірімде құрт жерді ғой. Нервқа деп мұнаны жемеп қой, слана қойшы. Sayın nanti той бір. Не болды, қызым ашулысың ғой. Анау бір көшедегі жігіттер да менен басқа қыз құрып қалғандай маған десе беретін ес. Қоя бер қызым. Сен әдемілігіңе тамсанатын шығар. Я анашым, сізге ұқсаған әдемім ғой. Білмеймін, менен басқа қыз құрып қалғандай. Миллион қыз жүр ғой осы өңірде. Жынды ұқсап маған десе берген ес, нервім қайнап жатыр соған. Ағаң айтсай, қойыңызшы. Сол майда жүйде нәрселерді ағам айтып жүрем ба? Қызым, қатырасың сен де.
иә, өзімде бір ешнәрсе жай. Ой, рахмет. Енді үйге де келіп қалдық. Қазір мама көрсе мені өлтіретін шығар. Не болды? Мен сенің жай жұмыстағы әріптесімін ғой. Анаң ешнәрсе демейтін шығар. Жоқ, анам жігітпен көрсе ұрсады. Мен сенің жігітің емеспін ғой, жай әріптесіңмін. Иә, рахмет. Әріптес, сау бол. Көріскенше. Иә, ертең жұмысқа келетін шығарсың? Иә, келемін. Онда бірге кофе ішіп қайтақ. Ұсынысың жақсы, жаман емес, жарайды. Мүмкін кешке киноға барармыз. Кешке, білмеймін, қол босаса баратын шығармын. Либо мамам жібермесе бармаймын. Сіңілдеріммен барамын, немесе інімен баратын шығармын. Анам мені бір өзін жібермейді кешке. Жарайды, онда келе бер. Жай жұмыс істесің ғой. Жарайды, сау бол. Я, достар, біздің осымен сериалымыз аяқталды. Маған ұнаған жоқ, бірақ сіздерге ұнады деген ойдамын. Сонда да мен бұны қаншама еңбекпен сіздер үшін бос уақытымды арнап түсіріп отырмын. Сол себепті мені қолдап, лайк басып, пікір жазып, колокольчикті басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Фартоса World анасы. Ендеше, goodbye.